Жетінші тарау жаңаны бастау. Мен өз сұрақтарымның бәріне қиналмай жауап аламын. Мен семіз болғым келмейді. Мен кедей болғым келмейді. Мен кәрі құртаң болғым келмейді. Мен мұндай өмір сүргім келмейді. Мен осы қарым-қатынасты қаламаймын. Мен әкеме, шешеме ұқсағым келмейді. Мен осы жерде енді жұмыс істегім келмейді. Мен мынадай шашты, мұрынды, дене бітімді қаламаймын. Мен жалғыз ілікті болғым келмейді. Мен бақытсыз болғым келмейді. Мен науқас болғым келмейді. Біз жағымсыз құбылыстарды неғұрлым көбірек ойлаған сайын, соғұрлым шиеленістіріп тереңдете түсеміз. Әлгінде келтірілген тұжырымдар бұрындары бізді сана сезімнің жәрдемімен өмірдегі жағымсыз құбылыстармен күресуге қалай үйреткенін көрсетеді. Негатив сөз тіркестерін бірнеше мәрте қайталасақ, бізге позитив өздігінен келетініне сендіріп бақты. Ал мен мұның бәрі басқаша өрбейтініне шүбәсізбін. Шын мәнінде соншалықты қажет етпеген нәрсеге қолыңыз жетпей тұрғанда қатты күйзелесіз бе? Бұл діттеген мұратқа жетуіңізге жәрдемдесті ме? Егер өміріңізді өзгертуге шынымен ниеттенсеңіз, онда жағымсыз құбылыстармен күресу уақытты текке зая етушілік. Есіңізде болсын, құтылғыңыз келген нәрсеге көп көңіл бөлсеңіз, оны тереңдете түсесіз. Өзіңіздің бойыңыздағы және өмірдегі сіз ұнатпаған нәрсенің бәрі сірә әлі күнге дейін сізбен бірге жүрген болуы керек. Себебі көп көңіл бөліп, назар аударған нәрсе өсіп-өніп ұлғая түседі де, тірлігіңіздің ажырамас бір бөлшегіне айналады. Мұңды да жабырқау ойлардан аулыққа кетіп, болашақта кім болатыныңызды және мынау тірліктен не алғыңыз келетінін армандаңыз. Бүкіл зейініңізді соған салуға тырысыңыз. Әлгінде айтылған жағымсыз тұжырымдарды жанға жайлы, жағымды аффирмацияға аударуды ұсынамын. Мен сымбаттымын, мен табыскермін, мен әрдайым жас көрінемін. Мен қарым-қатынасым тамаша, мен тұлғамын, мен өзімнің шашымды, мұрнымды, денемді жақсы көремін. Мен махаббат пен мейірімділікке бөленгенмін. Мен көңілді, бақытты да еркін жанмын. Жағымды аффирмациялармен ойлауды үйреніңіздер. Кез келген ой пікіріңіз жағымды бола алады. Біз жағымсыз нәрселер туралы көп ойлаймыз. Ондай пайымдар өзіңіз құтылғыңыз келіп жүрген ұнамсыз, қажетсіз құбылыстарды қаптата береді. Мен өз жұмысымды жек көремін десеңіз, ол сізге дәнеңе бермейді. Ал егер де мен жаңа жұмысымды керемет жақсы көремін десеңіз, осы мәлімдеме ой санаңыздағы түйсіну арналарын ашып, сол арқылы жаңа жұмыста жолыңыз оңғарылады. Өз өміріңізді қалай көргіңіз келетіні жөнінде аффирмацияны үнемі қайталай беріңіз. Айтпақшы, бір маңызды иірімді ұмытпаған жөн. Әрқашанда аффирмацияны тек осы жақпен ғана айтыңыз. Мысалы, мен жап-жаспын әрі денім сап-сау. Немесе менің тамаша достарым бар деңіз. Сіздің болашақта иек арта, әлде шартты райда айтқан тілек қалауларыңыз жүзеге аспаған күйінде қалады. Өзіңізді ардақтаңыз, сүйіңіз. Мазаңызды алып, тынышыңызды кетірген проблемаларға қарамастан, айналысатын шаруаның ең бастысы өзіңізді сүйіп, ардақтауыңыз керек екенін айтып өттім. Нақ осы сиқыршы таяқша сізге жәрдемдесуге қабілетті. Өзіңізге және өміріңізге разы болған бақытты шағыңыз есіңізде ме? Ғашық болып, мұң-мұқтажсыз, жалғанды жалпағынан басып жүрген кезді ұмытқан жоқсыз ба? Иә, өзіңізге сүйіспеншілікпен, іңкәрлікпен қарау, жағымды сезімдер мен бақытты сәттерге кенелтіп, шаттықтан шыр көбелек айналдыра жөнеледі. Өзін сүйіп, ардақтау адамды бақытты етеді. Жағымды аффирмацияларды тек осы шақпен ғана айтыңыз. Шын мәнінде өзіңізді қалай болсаңыз, солай қабылдай алмасаңыз, және де бүкіл жетістігіңізді бағалай білмесеңіз, өзіңізді ардақтап сүйе алмайсыз. Бұл кез келген сынға жол берілмеуге тиіс дегенді білдіреді. Алайда қазірден ақ сіздің, бірақ мен ылғи өзімді сынадым ғой. Өз бойымдағы мұндай нәрсе маған қалай ұнауы мүмкін? Ата-анам, мұғалімдерім, нақсүйерім мені үнемі сынайтын. Мұны қалай түсіндіремін?
маған бұлай істеу жараспайды, егер өзімді сынасам қалай өзгере аламын деген тәрізді наразылығыңызды құлағым шала бастады. Сана сезімді ширықтыру. Біз әлгінде бірнеше мысал келтірілген өзіңізді сынап мінеу әдеті сана сезіміңіздің мыжуы ғана. Көрдіңіз бе, өзіңізге ұрсып, өзгерістерге қарсылық көрсетуді оған сіз үйреткенсіз. Сондықтан бұған көңіл бөлмей өзіңізді жетілдіру қарекетін жалғастыра беріңіз. Ал енді бұрын жасаған жаттығуларды қайталайық. Айнадағы кескініңізге қараңыз да, мен сені сүйемін, қандай болсаң, сондай қалпыңда қабылдаймын деңіз. Өзіңізді қалай сезіндіңіз енді? Кешірім беру мақсатымен жасап шыққан жаттығулардан кейін тұла бойыңыз сәл-пәл жеңілдеді ме? Өзіңді мойындау мен қолдау сіздің бойыңыздағы және өміріңіздегі шешуші нәрселер болып табылады. Өзімді қатты жек көрген кезде мен тіпті бетімді шапалақпен осып жіберетінмін. Егер біреу маған сүйкімдісің, сүйіктісің десе, мен бірден менен не жақсылық көріп тұр екен, немесе үйреншікті әдетпен, егер шындығында қандай екенімді білсе ғой бұлар, көрер едім маған сүйсінгендерін деп тыржия қалатын едім. Ол кезде мына өмірдегі жақсылықтың бәрі өзіңді өзің мойындап, жеке меніңді ардақтап сүюден басталатынын сезінбеген едім. Осы шындықтың сырын ұққаннан кейін өзімнің меніммен қарым-қатынасым реттелді. Әуелі өн бойымнан тәуір қасиеттер мен құндылықтар табуға тырыстым. Тіпті өзгеріске қарай аттаған осынау кішкене қадамның өзі өте пайдалы болып шықты. Денсаулығым күн сайын жақсара берді. Сонымен мықты денсаулық өзіңізге деген сүйіспеншіліктен, іңкәр сезімнен басталады екен. Байлыққа кенелу, сүйіспеншілікке бөлену мен шығармашылық қабілеттің ашылуы жөнінде де осыны айтуға болады. Кейінгі кезде өзімнің осы қасиеттерімді ғана емес, сондай-ақ кемшіліктерімді де аялай сүюді, елжірей жақсы көруді үйрендім. Міне, менің прогрессім содан басталды. Мен өзімді мақұлдаймын жаттығуы. Осы жаттығуды жүздеген адамға бердім. Нәтижесі таңғаларлық болды. Сіз де мен өзімді мақұлдаймын деген тіркесті бірнеше мәрте қайталауды ұсынамын. Бұл жаттығуды күн сайын кемінде 300-400 мәрте жасаңыз. Шошымаңыз. Бастапқыда солай көрінгенімен бұл аса көп емес. Егер сіз әлденеге мазасыздансаңыз, әлде күрмеуі күрделі мәселеге килігіп қалсаңыз, күніне 300-400 рет айту осы жаттығу үдесінен шығуға жеткілікті мөлшер. Жол үстінде немесе серуендеп, бой сергітіп жүрген кезде осы аффирмацияны мантрамен жасасаңыз, ең дұрысы сол. Осынау сенімді тәсіл сана сезімімдегі жағымсыз ой-пікір, иланымдардың бәрін сыртқа лықсытып шығарады. Егер мен нағыз болсам, өзімді қалай мақұлдай аламын, әлде осы жаттығу маған көмектеседі деп ойлаудың өзі ақымақтық. Әлде мен жаманмын деген тәрізді ойлар қаумаласа, онда сізге сана сезіміңізге бақылау орнату қажет. Әлгі ойларға ешқандай мән бермеуге тырысыңыз. Жай ғана оларға өзіңізді өткен шаққа матап қою амалдарының бірі ретінде қараңыз. Ондай ойларға ақырын кетіңдер, мен сендерді босатып жіберемін. Мен өзімді мақұлдаймын дей салыңыз. Тіпті қазірдің өзінде осы жаттығуды ойлаған кезде ішкі даусыңыздың неткен ақымақтық, мұның бәрі шындыққа сәйкеспейді ғой, бәрі өтірік. Егер бұлай істесем, мен қалай өзімді мақұлдай аламын деп күңкілдегенін ести аласыз. Мұндай ой тұжырымдар жылт етіп жоғала берсін. Олар өзгерістерге қарсыласуды, жақтырмауды білдіреді. Әрі сеніп, илануыңызды қойғанға шейін олар сізді билеп төстей береді. Мен өзімді мақұлдаймын, мен өзімді мақұлдаймын, мен өзімді мақұлдаймын. Тірліктің түрлі жай ахуалына қарамастан, осы аффирмацияны үнемі әрі кез келген жерде қайталай беріңіз. Қане, әлдебіреу сіз қолдай алмайтын қылық жасады деп ойлап көрейік. Нақ сол сәтте мен өзімді мақұлдаймын деп аффирмацияны айта алсаңыз, онда бұл сіздің шын мәнінде жаңарып, түлей бастағаныңыздың белгісі. Мықты денсаулық өзіңізге сүйіспеншілікпен,
іңкәр сезімнен басталады. Байлыққа кенелу, сүйіспеншілікке бөлену мен шығармашылық қабілеттің ашылуы жөнінде де осыны айтуға болады. Сана сезімімізді жайлап алуына ерік беріп қоймасақ, ой пікірлердің бізге күші жетпейді. Олар бір саты төмен тұратын сөз ғана. Өздігінен ешқандай мағына иелене алмайды. Біз ғана оларға белгілі бір мәнді артамыз. Сондықтан өзімізге қолдау көрсететін, ақыл есімізге азық болатын ой пікірлерге басымдық берейік. Өзгелердің пікірін елемейтін адам өзін өзі танытады. Егер енді мен сізді ылғи қызылшақа торай деп атасам, маған күле қарарсыз. Әлде бұлқан-талқан ашуланып, мені жынды санайтын шығарсыз. Өзіміз сенгіміз келетін қыздырманың қызыл сөздері шындықтан тым алыс жатады. Мүлдем көкейге қонбайды. Сондықтан сіздің маңыздылығыңыз, яки қадір қауметіңіз түр тұлғаңызға, тыс тұрпатыңызға байланысты деп есептеу әлгі торай туралы сандыраққа сенумен пара-пар. Бойымыздағы өзіміз ұнатпайтын, әрі жағымсыз деп санайтын мінез құлық ерекшеліктері біздің дара болмысымызды сипаттайды. Біздің бірегейлігіміз бен ерендігіміз де осыдан көрінеді. Табиғат ешқашанда өзін өзі қайталамайды. Мыңдаған жылдар ағымында пішімі бір-бірде екі қар түйіршегі мен әлде жаңбыр тамшысы түскен емес. Әр әсем гүл өзіндік ерекше бітімге ие, дараланып тұрады. Саусақ таңбалары да адамдардың өздері сияқты бір-біріне ұқсамайды. Табиғаттың өзі бізді әртүрлі етіп жаратуды ұйғарған. Осыны айнымас ақиқат ретінде ұққанымызда ғана бос бәсекелестік пен қызыл көз қызғанышқа орын қалмайды. Біз жер бетінде өзімізді танытып, кім екенімізді көрсетуге келдік. Басқа біреулерге ұқсауға тырыспаңыз. Өзіңіздің даралығыңызды жоғалтып аласыз. Тап қазір қандаймын, сондай қалпымда өзімді аялап, ардақтай бастағанға шейін мен көп нәрсені білген жоқпын. Біліміңізді өмірде жүзеге асырыңыз. Өзіңізді не нәрсеге бақытты қылатыны жөнінде ойланыңыз. Өзіңізге ұнаған нәрсені істеңіз. Жаныңызға жақын тұтатын адамдармен араласыңыз. Тәбет тартқан тағамдарды жеңіз. Өзіңізге ұнайтын жаққа бара беріңіз. Құнарлы топыраққа тұқым тастаңыз. Қызанақтың көшетін көзге елестетіңіз. Өсімдіктің бір түбінен жүздеген жеміс жинауға болатыны белгілі. Бірақ сол түп көшетті өсіру үшін кішкентай кепкен тұқымды алу керек. Ол үлкен өсімдік түріне мүлде ұқсамайды. Әлбетте, оның дәмі де әлгі көкөністің дәміне еш келмейді. Егер анық білмесеңіз, одан тұтас бір түп бұташық өсіп шығатынына сенбес едіңіз. Бірақ сөйте тұра, әлгі тұқымды тыңайтылған топыраққа егіп суардыңыз. Күн сәулесі оны қыздыра берсін енді. Кішкентай өскін қылтиып шыққан кезде сіз оны таптап тастамайсыз ғой. Әрі, мынау қызанақтың бұташығы емес қой деп таңырқамайсыз. Керісінше әлгіге сүйсіне қарап, па шіркін өсіп қалыпты дейсіз. Оның одан әрі өсіп жетілгенін қуана қадағалайсыз. Егер одан әрі суарып, арам шөбін жұлуды жалғастыра берсеңіз, күн сәулесін мейірлене төксе, біршама уақыт өткен соң, өн бойында жүздеген шүйгін де жұпар иісті қызанағы бар бұташық жайқалап бой көтереді. Ал осының бәрі титімдей тұқымнан басталған еді. Тың өмірлік тәжірибе алған кезде сіздің басыңызда да осындай жағдай болады. Өсімдікті егетін топырақ түп санаңыз. Тұқым жаңа аффирмация. Тың тәжірибеңіздің бәрі әлгі бір титімдей тұқымға шоғырланған. Сіз оны аффирмациялармен суарып, жағымды тұжырымдардың жарығымен жылтасыз да, қопсытып, бой көтерген жағымсыз ой пікірлерді жұлып отырасыз. Алғашқы нәзік өскін өзгерістердің нышаны қылтиып көзге шалынған кезде бұл әлі аз деп айтпаңыз. Оның орнына көзге іліккен өзгерістерге қарап, қараңыздар, мен өзгере бастадым. Ол аффирмация жұмыс істеп тұр, деп көңілді леппен үн қатыңыз. Содан кейін өмірлік тәжірибеңізді молайып, өзіңіз өзгеріп, арман мұратыңызға жете бастағаныңызды
қадағалайтын боласыз. Тың өзгерістерге талпыныңыз жаттығуы. Проблемаларыңыздың тізіміне қайта оралып, оларды жағымды аффирмацияларға айналдыратын кез келді. Өзіңізге ұнамайтын, әрі түбегейлі өзгерісті талап етіп, жай ахуалды санамалап шығасыз. Солардың ішінен үшеуін бөліп алып, ұнамды тұжырымға айналдырып көріңіз. Тізіміңіз шамамен былай болады дейік. Менің өмірім масқара, мені ешкім ұнатпайды, маған арықтау керек, көшіп кеткім келеді, өз жұмысымды жек көремін, маған әлдеқайда жинақы болу қажет, жұмысты жарытып істей алмаймын, мен онша жақсы емеспін. Мұны былайша өзгерте аласыз. Осындай жай ахуалды тудыртатын стереотиптен құтылғым келеді. Менің ішкі дүниемде жағымды құбылыстар жүріп жатыр. Менің денем тамаша, сымбатты. Қайда барсам да сыйлымын. Менің пәтерім керемет. Менің жаңа жұмысым тамаша. Енді мен өте жинақымын, әрі тиянақтымын. Мен істеген нәрсемнің бәрін бағалаймын. Мен өзімді ардақтап мақұлдаймын. Мен мына өмірдің өзіме ең тәуір нәрселердің бәрін сыйлайтынына сенемін. Мен ең тәуір нәрсеге лайықпын және оны тап қазір қабыл аламын. Осы аффирмацияларға тізімдегі өзгерткіңіз келгендердің бәрін қосуға болады. Есіңізде болсын, өзіңізді жақсы көру мен қолдау, байыпты да қауіпсіз жай ахуал, наным, сенім, өз қадір қасиетіңізді асқақ ұстап, құрмет тұту, қолайлы қарым-қатынас жасауға, ақыл-ой қызметіңізді арттырып, артық салмақтан арылуға, жаңа қызметке орналасып, баспана алуыңызға көмектеседі. Қызанақ бұташығы бой көтеріп, жеміс бергені тамаша. Өз қалауымызды білдіріп, арманымызға жеткеніміз тамаша. Қалау тілегіңізді білдіруге қақылысыз. Өзіңіздің қалау тілегіңізді білдіруге лайық екеніңізді сенесіз бе? Егер сенбесеңіз, оған иелік ете алмайсыз. Кенет бақылауыңыздан тыс жағдаяттар пайда болады да шат-шәлекейіңізді шығарады. Мен лайықтымын, мен қақылымын жаттығуы. Айнаға қарап, мен осындай иеленуге қақылымын және оны қазір қабыл аламын деңіз. Осыны 2-3 рет қайталаңыз. Өзіңізді қалай сезінесіз? Әрдайым өн бойыңыздағы сезімдер мен әсер ағынына көңіл бөліңіз. Өзіңізді жақсы сезінесіз бе? Әлде әлі кембағалдық ызаның сызы есіп тұрма? Егер тұла бойыңызды жағымсыз сезім әсері мен теріс ыңғай реакция билеп тұрса, мен сана сезіміндегі өз игілігіме қарсыласатын стереотиптерден арыламын деген аффирмацияны тағы қайталауыңыз қажет. Содан соң оған мен осындайға қақылымын деген сияқты жаңа аффирмацияларды қосып қойыңыз. Өзгелерге ұқсауға тырыспаңыз. Әйтпесе, өзіңіздің дара болмысыңызды жоғалтасыз. Тіпті бірнеше күнге созылса да, жағымсыз сезімдер ауаны біржола жоғалғанша аффирмацияны қайталай беріңіз. Холистикалық пәлсапа. Жаңа нәрсені жасау барысында біз холистикалық пәлсапаны пайдалана аламыз. Ол адамның тәнін, жаны мен ақыл есін дамытып, азықтандыру қамын қамтиды. Егер де құрамдас бөліктерінің бірі еленбей, қағыс қалатын болса, онда адам кемелдікке жете алмай, бүтіндіктен айырылған күйінде қалады. Басқа құрамдас бөліктерді қосқан жағдайда, өзіңізді жетілдіру қамын неден бастайтыныңыз онша маңызды емес. Егер тәнді жетілдіруден бастасақ, онда тамақтану жайын ретке келтіріп, азық-түлік пен сусын түрлерін таңдау мен көңіл күйіңіз, хал ахуалыңыз арасындағы байланысты зерттеген жөн. Өз организміңізге лайықтыларын ғана таңдап алыңыз. Соның ішінде шипалы шөптер мен дәрумендерге, тағы басқа емдік дәрмектерге де талғай қарауыңыз керек. Сондай-ақ сүйек жүйесін нығайтып, тәнімізді жасартатын жаттығулар жиынтығын таңдауға тиіспіз. Суға жүзу мен басқа спорт түрлеріне қоса бимен, жауынгерлік дағды өнерімен және йогамен айналысуға болады. Мен батутты қатты ұнатамын. Күн сайын барып ойнаймын. Ал көлбеу тақтайшаға жату денемді жайландырып рахатқа бөлейді. Сіз басқа да нәрселермен шұғылдана аласыз. Мәселен, массаж жасау, рефлексті емдеу,
хиротәжірибе, биоэнергетикалық жаттығу және тағы басқа өте пайдалы. Ал енді ақыл-есті жетілдіру қамына келетін болсақ, аффирмацияларды көзге елестету, яғни визуализация, алуан түрлерін, сондай-ақ сырқаттан психологиялық сауықтырудың гештальт емдеу, гипноз, реберфинг, яғни қазіргі заманғы сауықтыру жүйесі, психологиялық драма, арт емдеу, тағы басқа әдістерін пайдаланған жөн. Медитацияның кез келген түрі сана сезімді жайландырып, біліміңіз бен түйсік талғауыңыздың жарқырай көрінуіне жол ашады. Мен әдетте көзімді жұма отырып, өзімнен маған нені білу керек деп сұраймын да, жауабын күтемін. Егер жауап алсам тамаша, ал алмасам, ол да жаман емес. Оны келесі күні аламын бәрібір. Медитациямен айналысатын сансыз семинарлар мен топтар бар. Олар мынау тірлікке жаңаша көзқарасты қалыптастырады. Әлбетте, ешбір семинар әлде топ сіздің бүкіл проблемаңызды түбегейлі шешіп бере алмайды. Бірақ олар адамдардың өмірін осы жерде әрі бұдан былай өзгеруіне жәрдемдеседі. Рухани дамып жетілу үшін дұға оқуыңызға, медитация жасауыңызға болады. Оған қоса құдіретті бастауыңызбен байланыс орнату маңызды. Мен кешірім беру және шексіз сүйіспеншілік жаттығулары да рухты кемелдендірудің құралы деп ойлаймын. Мақсатқа жетудің көптеген тәсілі бар екенін тағы да естеріңізге саламын. Егер біреуі жарамаса, келесісін байқап көріңіз. Олардың бәрі тиімді әрі кәделі. Мен әлдеқандай біреуін нақтысын ұсына алмаймын. Бұл қайсысы өзіңізге дөп келетінін өзіңіз анықтайтын жағдай. Ешкім, топта, арнаулы маманда барлық сұрағыңызға бірдей жауап бере алмайды. Менің де бәріне қайтара жауабым жоқ. Мен тек холистикалық айығуға апаратын жолдардың бірін ғана көрсетемін.